Бүгін біз алма пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 стакан құмшекер, май және де оларды ерітіп аламыз. Туралған алмалар, 2 жұмыртқа, 1 щепотка тұз саламыз. 1 стакан айран құямыз. Оған сода саламыз. Және де електен өткізілген ұн 2 стакан. Еріген майымыз бен құмшекерімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Іртіктері қалып қалмауы керек. Жақсылап араластырамыз. Қоюлығы, сұйықтығы осыншама болу керек. Міне осындай болу керек. Туралған алмаларымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Табамызға құямыз. Өздеріңіз қалағандарыңызша безендіресіздер. Біз алма қойып безендіруді жөн көрдік. Өте әдемі көрінеді. 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын.